Урматтуу туугандар, бүгүн биз Өзгөн мал базарындабыз. Өзгөн мал базарындагы эне бала уйлар. Балалары кандай? Сиздер комментарий жазып, группаларга, досторуңузга тарап турсаңыздар, биз болушунча тартканы стимул болот. Биз баштайлы. Бүгүн уйлар бир аралап чыктым, аябай кымбат. Эми сиздер да билсе десеңиздер болот, өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарий калтырып. Бул 110 миң сомдо вес кармак торпок эркек экен. Экинчи торпок. Уй жаш. Жазда бул уйдан 5-6 литр сүт чыгышы мүмкүн. Азыр жаш экен, мүмкүн дагы көбөйөттүр, аны билбейбиз. 110 миң сомдо веси кармап турат. Бул азыр 87 миң сомго багылтат. Торпогу ургач экен, уй жаш. 3-чү торпогу. Сүтү бар дейт, азыр жазы менен сабып ичкенбиз. Кичирээк боз болушу мүмкүн. Ака, мен эми саттым алигим бар. Тиши кандай экен? 87 миң сомго багылтат. Бул азыр 120 миң сомго багылтат экен. Кысыр. Эң чоң уйлардын бири, боюну көрсөтсө узундугуна. Билдер уруп, бааны билип атат, канчага сатылат экен. Канча бу мал? Өзү эси 150 миң сомдо карап турат экен. 4 тууган уй, азыр кысыр. $120 миңге азыр багылтат. Аябай чоң уй, парадасы кандай экенин билбейбиз. Ушул мыжын боз экен, жакын 81,5 алыныптыр. Экинчи баласы. Бул уйдун 130 миң сомдо пес камап турат. Торпогу ургач экен, экинчи торпогу. 10 литрге жакын сүт берет, жазында деп айтат. Канча бул бар? Бул 130 миң сомдо пес айтат. Торпок ургач жаңы эле тууган. Желини өзүлөр көргөндөй сүттү аябай 10 литр ашык чыгат, жазында азыр 5-6 литр чыкса сүйүнүш керек. Бул биринчи торпок экен. Бунун экинчи торпогу. Бунун торпогу эркек бургачы. Жаңы эле тууптур, 5 күн болуптур. Бул экинчиси дейт. Мунун деле сүт ошондой. Торпок ургач эркекпи? Торпок ургач экен. Айтаса? 71 менен 66, 68, 82. Бул торпокторду энесинен айырылган экен, сатып атат, жаңы эле туулган, өзүлөр көргөндөй. 15 миң сом азыр берип атат аласына. Өз багалоо зетин торпок болсо дагы деп. Бул 115 миң сомдо торпок эркек экен. 5-чи торпогу. 6 литр сүтү бар деп азыр айтып бар дейт. $115 миң сом. Бүгүн мал базарга мындай аябай башкача малдар чыгыптыр. Чоң парада дагы торпок ургач экен, 5 тууган дейт. 20 литр сүтү бар деп эс айтат. Нар жактагы ала уйга ал 3-чүсү боз дейт. Биз көрсөтөм азыр анда. Мына өзүлөр көрүп турасыздар, аябай чоң уй. 180 миң сомдон баасын айтпай кеттим, баасын айтып коеюн. $20 литрден сүтү бар дейт.
80.000 сомдон. Бағасы да өзі жарыша. Базар қанша берді? 999, 72, 71, 73. 3 бақыры? Ал башта. 999, 72, 71, 70. Бесінші бұндай маллар керек болса шалғыла. Базар қанша берді? 130'dan berdi. 130'dan. Çoğun güler kendi. 110.000 сом деп қарап тұрады. Bir тұрпағы келген. Бірінші тұрпағы жаш ой, бажын. Sütü 5 litre 6 litre sütü var. Жазға шыққанда азырға жоқ екен. Нече аласыз? 110.000 сом. Базар қанша берді? 85 берді. 85. Бұл 100.000 сом кемі бар деп. Үшінші тұрпағы еркек екен. Sütü бар 5-6 литр азыр. Нарқы чоң ойды 115.000 сом деп тұрпағы ұрғаш екен. Ал 5-те жалтын туған ой дейді. Тұрпақтар даяй чоң. Бұл қара чоң ойдың sütü бар екен. Бұл жазында 10 литрден көп шығады бұл ойдан. Мына торпағы ұрғачы. $91.000 сатылды азыр. Бұл 3 sütü туған ой. Sütü жақсы екен. Желін чоң. Торпағы ұрғачы екен 91.000 сомда сатылды. 85.000 сом деп қарап тұрады есіз. Өте мұнайдың азу екен. Байланған емес. 70.000 берген емес біз дейді. Бетін таппайлы ғой. Мына торпақ ұрғачы бірінші торпақ. Уй байланған емес екен, ошон үчүн зор қылы қарап тұрады есе. Базар 88.000 сом беріп атыптыр, өзі 100.000 сом қарап тұрады. Торпақ ұрғачы дедің ай? Үшінші баласы. Уй жақшы екен, сұраңғы түсті. Уйдың желін көрсем секундта ұрып алып тұр, көрін алады. Бұл үйді 100.000 сомда қаратады, мүзі аябай чоң. Торпақ еркек екен. 6-шы торпақ. Жазда бұл үйден жөнелі 10 литр сүт шығады. Бұл үй 115.000 сомда бес қалымда торпағын көріп тұрасыздар. Өзі мен ең болып алған еркек торпақ екен. 100.000 сом базар бердап беріп алып деді. Бұл ойды жаңа базарда қарап тұрған ой. 119.000 сомға алыптыр торпақ еркек. Аябай чоң ой. Бұл бұқаларды 41.000 сом, чоңын 42-ге қалдық деп алшып кетті. Бұл атты 70.000 деп базардан алшып кетті. Алыптыр. Бұл еркекті айда 21.500 сомға алыптыр.